Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Фронтстеп Орталық Азия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорлар кеңесінің мүшесі Владимир Мусин арнайы келді. Кәсіпорынның басшылығына, кәсіпорынның бөлім басшыларына жаңа жобасын ұсынды. Дәлірегі басқару жүйесі әдістемелігімен таныстырды. Жалпы Фронтстеп Орталық Азия компаниясының филиалы биыл Шымкентте де құрылған еді. Ол кәсіпорынның смарт маман оқу орталығымен бірлесе жұмыс істейді. Компанияның бас кеңсесі Мәскеуде орналасқан. Жалпы нарықта 28 жыл бойы жұмыс істеп келеді. Ресейлік қонақ Американың инженерлері жасаған жаңа классикалық ERP жүйесін ұсынып отыр. Ресейде дистрибуция орталығы құрылды. Сондықтан Фронтстеп Орталық Азия бұл шетелдік өнімді қазақстандық нарыққа шығаруға құқылы. Жаңа шетелдік жүйе бөлек өндіріс түрінің орта және ірі кәсіпорындары үшін өте ыңғайлы дер едім. Фронтстеп компаниясының қызметтерін ғарыштық скафандрлар, катапульттарды әзірлеушілер көптен бері пайдаланады. Ресейдің көптеген өндіріс орындарында бірнеше жыл бойы осы компанияның ақпараттық жүйесі сәтті жұмыс істейді. Сондай-ақ Фронтстеп ұсынатын жаңалықтарды ірі әскери және азаматтық кемелер үшін дизельді қозғалтқыштар жасайтын өндірісте де пайдаланады. Владимир Мусин кәсіпорын мамандарына ірі өндіріс орындарында қолдануға ауадай қажетті техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жеңілдететін жаңа әдістерді тәсілдерді ұсынды. Яғни жаңа бағдарламалар компанияның жұмысын өте тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. Мұндай жүйелер Орталық Азия елдерінде және Әзірбайжанның барлық өңірлерінде енгізілген, дейді мәскеулік қонақ.